Қараңыз, бірінші айтатын нәрсе, тоқтаймыз. Бұл односторонний дорога. Бағана мен сізге знагын көрсеттім, иә? Односторонний дорогада бізде артқа қарай жүруге болмайды. Разворот жасап, артқа қарай жүрсеңіз, ол встречкаға шыққанмен тең да. Сол себептен тоқтаймыз. Разворот жасап жүруге болмаса, қалай жүруге болады? Артпен задний ход, реверс бар ғой, аварийкамен артқа жүруге болады. Мысалға, былай R қасаңыз. Аварийка бізде қосылып тұр ғой. Енді боковой зеркалдан қараймыз. Таза болса, ақырын жүре береміз. Таза ма? Таза емес, көрдіңіз бе, мыналар келіп жатыр. Бірақ сіз басқа адамдардың қозғалысына зиян келтірмеу керексіз. Не должны создавать аварийную ситуацию дейді ғой. Осылар таусылады ғой. Осылар біткен соң жүре бересіз артқа қарай. Жүре беріңіз артқа қарай. Енді сұрақ, осылай артқа қарай кетіп бара жатып, қанша метр артқа қарай жүруге болады одностороннийда? Қай жерден шықтыңыз, сол жерге дейін жүруге болады. Ана перекрестік бар ғой, бана артта жолдың қиылысқан жері. Сол светофор бар ғой, бана өтіп кеткен. Сол жерге дейін артқа беруге болады, негізі керек болса да. Келесі кезекте дыға саламыз. Түсініңіз ғой да, қандай жағдайда қалай артқа жүруге болады. Алға жүре беріңіз, бірдеңе түсіндіремін. Өте маңызды нәрсе бар. Ой, дыни болып кетті, жүре береміз алға қарай. Мына знакты көрдіңіз ба? Жақындаймыз осыны. Жақынырақ келіп көрсетейінші осы знакты сізге. Болды, осы жерден тоқтаймыз тағы да. Бәрекелді. Мінекей, қарайық. П деген жазды көрдіңіз ба? Бұл бізде тұрақ. 10-15-20 деген не мағына береді? 10-15-20 метр тең тұруға болады деп ойлайды көбісі. Платный парковка деген мағынаны береді. Бізде правилада раздел бар. Платные услуги деген. Яғни ақылы, ақылы тұрақ деген мағынаны береді екен. Түсінікті ғой да? Таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін. Кешкі 8-де келіп қойсаңыз, ештеме төлеудің қажеті жоқ. Ана жерде көрдіңіз, 100 теңге деп ана қисайтып, жапсып қойған ғой, қисайтып көрдіңіз ба? Иә, түсінікті ғой да? Все, молодец, кеттік. Аварийка сөндіреміз, оңға поворотник қосамыз. Сол жүре береміз, қараймыз оңға. Таза ма? Шыға береміз, асықпай. Алда жасанды бөгет деген белгі тұр. Осыған дейін тормоз береміз, Үстінен немен өтеміз? Накатпен өтеміз, иә? Хоп, кеттік, газ бере береміз. Ана 4-5 деп жазылған неме жоғарыда? Көріп тұрсыз ба? 4-5 метр, 4,5 метр анау жоғары биіктігі. Биіктігі, иә, егер жирафтың еркегін салып өтсеңіз, басын соғып алмасын деген мағынаны береді ол, иә? Жүре береміз. Мына 70-ка шығам екен, қарап отырайық. Сәл оң қаламыз, асықпаймыз. Мерседес беріп жатыр артқа жүргенде негізі аварийка қосу керек ол Мерседес, обязательно. Именно Қазақстанның жол жүру ережесінің қағидасына сүйенетін болсақ, бізде задний ход міндетті түрде аварийка қосылуымен сопровождаться етіледі. Түсіңіз ғой да? Так, мінекей бізде оң жақтан стрелка тұр, көрдіңіз ба? 7 стрелка бигбонға тойып алған. Көрдіңіз ба? Односторонка деген. Мін, иә, оң жақта тұр. Қайда деген ес? Ана тұр ғой, односторонний деген. Иә. Бұл бізде односторонний көшенің жалғасы деген сөз жарай ма? Көрмей қалса сразу ұрсып береді екенсіз, қайда дейм. Жүре береміз, кеттік. Иә, жалғасы. Мынау ары қарай да односторонний болып кетіп бара жатыр деген сөз. Қаша? Бір бағыттық жол. Жүре береміз, дистанция ұстап отырамыз. Бәрекелді. Алдымыздағы жасыл жанған бағдаршамнан біз 10-ға кетеміз. Жарай ма? Қазір лежачка болады алда тағы да. Міне, жасанды бөгет. Накат жібереміз. Осындай пешеходный переходта адам тастап кететін болса қанша метр? Бағана айтқан ем ғой. 1,5-2 метр, қалған 3 метр не істедіңіз? Жеп қойдыңыз ба? 5 метр жетпей немесе өтіп. Иә, поворотник қосамыз оңға. Светофордан оңға кетеміз. Поворотник негізінде 50-100 метр қалғанда қосылады. Населенный пунктта 150-200 метр қалғанда қосылады. Дұрыс қой? Ал сіз үшінші фонарный столбтан қоссаңыз қателеспейсіз. Жарай ма? Ол не үшінші фонарный столб? Ондай прожекторный столбтар болады, мына жерде ағаштар тұр ғой, көрінбей тұр да. А так любой жерде почти фонарный столб бар Астанада бізде. Тормоз беріп кіреміз. Ал мыналарды өткізейік. Это Иван и его семья деген жігіт кетіп барады, көрдіңіз ба? Газ бере береміз. Молодец, алдына қараймыз. Түзейміз рульді. Кеттік, газ береміз. Мына крузактағы жігіт сізге долго қарап тұрды ғой. Мына кісі рулін маған түзе жібермес екен деп ше. Тура жүре береміз. Дұрыс келіп жатырық. Ешқайда перестроение жасамаймыз. Осымен түзу кете береміз. Тура, түзу, тіке. Сіз қалай айтасыз? Тура дегенді. Тура, түзу, тіке? Тіке, тура. Просто түзу деп айтқандарды естігемін да мен. Түзу деген
ойбай мынаны қатира шапан қайтеді. Мама жүгіріп шықты ғой. Мына знакны қалай аталады оң жақта тұрған? Синий. тоқтауға болмайды деген сөз. Солға поворотник қосамыз, ол тұраққа қоюға болмайды деген сөз. X деген ол тоқтауға болмайды деген сөз, иә? Тұраққа қоюға болмайды деген знактың төбінен тоқтап адам тастап кетуге болады, бірақ 5 минуттан артық тоқтауға болмайды. Түсініңіз ғой да? И машинаны тастап кетуге болмайды. Кеттік. Жасыл жанат, жолдың ортасына шығамыз, қарама-қарсы бетті өткіземіз, сосын солға кетеміз. Қарама-қарсы бет бітпесе, сары түске ақырын қозғаламыз, қызыл түске ақырын қозғалысты аяқтаймыз. Түріңіз грустный болып кеткен, бір күліп отырсаңыз, күшті болып. Астана қаласындамыз, достар. Бізде бүгін жүргізу сабағы өтіп жатыр. Біз өтпейміз, уже маргатит қалды, светофор. Мына ақ машине көрдіңіздер ма? Күшті болып кетіп бара жатыр, өтіп, бірақ негізі өткен дұрыс емес, соны тоқтаймыз. Осы пешеходный переходтың үстінде машина болса, сіз 4-ші или 5-ші болып артынан шығып кетудің қажеті жоқ. Одан да келесі жасылды күте салған дұрыс. Ешкімге аварийный ситуация создавать етіп, қазақша айтқанда қолтықты терлетпеу керек деп қойса. Түсіндіңіз ба да? Бүгін бізде Жапырақгүл деген, Жапырақгүл деп айта берейін ба? Жапырақгүл деген оқушы келді бүгін сабаққа. Әтіргүл деген және қолтықшаш деген екі подружкасы бар. Жалпы қалай, қобалжыған басылды ма? Шыныңызды айтыңызшы, сізден кішігірім интервью болсын. Ал, басылды ма? Кешегіден басылды. Бір қолмен отыр, Аллаға шүкір. Сосын курткасын жуып қойып, дочасын курткасын киіп алған десең. Кетті, курткаңыз мощный екен, рас. Осындай куртка сатып алам ба деп ойланып қалдым ғой. Жоқ, әдемі екен. Дерзкий көрінеді екен курткаңыз. Мен сразу көзім түсті курткаға. Тоқтаймыз. Құдаларды өткізіп жіберейік, ят болады. Все, кеттік, бұра береміз рульді, ортаң полоса, газ. Мына Хундайды көрдіңіз ба, оң жақта келіп отқан газ. Мін, газ бере береміз. Осы екеулеріңіздің ортаң полосаға таласып қалсаңыздар, кім-кімді өткізеді? Сұрақ. Мына Хундай сізді өткізе ма, или сіз оны өткізесіз ба? Мен оны өткіземін. Иә, сіз оны өткізесіз. Түсіңіз ғой да, өйткені ол сіздің оң жағыңызда тұр. 8-де 10 деген пунктқа байланысты. Қандай пункт ол? 8-де 10 деген бізде? Помеха. Ой, молодец. Түсіңіз ғой да, помеха справа. Жарай ма? Сондай пункт, короче. Жетіп тоқтаймыз екі доңғалағына. Екі доңғалағын не үшін көріп тұру керекпіз? Дистанция ұстап отыру үшін. Егер де мына алдымыздағы Хундай өшіп қалса, бір жағдаймен айналып өту үшін осындай арақашықтық ұстап отырады екенбіз. Мен сіздің машинаңыздың спидометрін көріп шоке болдым бар ғой. Қараңызшы. Көрдіңіз ба, қанша көрсетіп тұрған? 270-ке дейін басады екен, ойлаңызшы. 270-ке дейін. Самолет па, неме өлім да машине? Арамыз ба 270-ке басып десең? Жоқ, рахмет үлкен. 270-тен басатын болсаңыз маған звондап айтыңыз, мен сол күні сабаққа шықпай қоя саламын. Басқа машинада ондай өмір. Жоқ, көбінесе 240 болып тұрады ғой. Кейбіреулерде 220 мысалға. Бірақ 270 деген редко кездестіресің спидометр. Жоқ, бар ғой енді 300-ге дейін басатын машиналар бар. Бірақ енді тоқтай береміз маргатетті. Бірақ оқушылардың шығып жүрген машиналары 270-ке басады дегенін осылай анда-санда көріп таң қалып қалғанда мама деп ше. Оң жақта сап-сары қандай знак тұр? Айтасаңызшы, көрдіңіз ба? Мына сап-сары ромбик тұр ғой, сап-сары ромбик. Главный дорога деген сөз, бас жол. Не үшін тұр деп ойлайсыз? Не үшін тұр деп ойлайсыз? Светофор өшіп қалған жағдайда көзім және регулировщик болмағанда, иә? Иә. Молодец, отыр 5 деп қойсаң. Түсінікті ғой да? Бәрекелді. Ана кімнің фотосы ана оң жақта тұрған? Ана кісі кім ал? Мұрты бар кісі. Мұржақ болады ба? Лес шатсы көп. Сіз өтірік айтқанда вообще ондай кәдімгі шындық құсап айтады екенсіз. Қалай дедіңіз? Кім дедіңіз? Мұржақ болады дедіңіз ба? Кешір, Сәкен Сейфуллин. Иә, кешірді ол кісі. Сәкен Сейфуллин көшесінде тұрмыз. О, сол кісінің фотосы мынау. Иә. Бір бірден ұқсайды олар. Негізі олар туысқан деп қойып кеткен дейсіз ғой. Бір ауылдан деп. Бүгін Жапырақгүл ханым қай жақтың намысын қорғап отырсыз? Әні Қызылорда, Шиелі, Жаңақорған, Байқоңыр, мен біраз ауыл біледі екен ғой Қызылордан. Осылардың бүгін бұл кісі намысын қорғап отыр. Сондықтан қызылордалықтар болса, мощный поддержка беріп кетеміз, достар. Кеттік, газ бере береміз. Қосып кете береміз, бәрекелді. Мына оң жақтан шығып атқандар бізге қарайды бұлар. Олар Кармашкеден шығып атыр, олардың алдында уступи дорогу, жол бер деген жол жүру ережесінің белгісі тұр екен. Жүре береміз. Тақырын газ бер. Негізі жалпы жаман емес, Аллаға шүкір, айдауыңыз накат, жүргізуіңіз автокөлікті
Енді бірінші күні тормоз бере береміз. Сізбен енді шыққан кезде ана ауа райының салдарынан аздап қобалжыған сезілді. Бірақ бағанағы тар көшелерге барып қайтқаннан кейін, наоборот, сондай көшелерде өзіңізді спокойно ұстайды екен. Сол мені таңғалдырды. Соны қатмаған. Иә. Сондай көше керек десең. Көшіп алсаңшы, сол жаққа деп қойсаң. Арман районынан 400 плюс алып шығатын қыздар өте аз. Саусақпен санауға болады. 1-2 аған жоқ, прикиньте, сол районнан. 10 қыздың біреуі ғана солай шығады, ойлаңызшы. Так что сіз нормально жүріп шығасыз. Ой, қобалжып ана кәдімгідей сасқалақтап ана тар жол. Иә. Конечно, оң жақта X деген знак тұр. Қандай знак тұр оң жақта? X деген. Тұруға болмайды, тоқтауға болмайды. Міне знак. Бұл бізде тоқтауға болмайды деген сөз. Қанша метрге дейін тоқтауға болмайды деген сөз? 5 метр шығар. 5 метр. Қалғанын кім жеп қойды деп қоясың ғой. Накат. Аяқтарымызда скопление болып жатыр, асықпай тоқтай береміз. Знак остановка запрещена, работает до первого перекрестка деп жазылған жол жүру ережесінде, яғни жолдың бірінші қиылысқан, тоғысқан жеріне дейін тоқтауға болмайды. Жерге дейін бе сонда? Иә, анау светофорға дейін ғой, сонда неге? Бұрылуға болмайды деген жерде. Иә, сол жерге дейін, дұрыс айтасыз. Солға бұрылуға болмайды деген қабылданды. Технично бүйтіп деп қосып жібердіңіз ба? Молодецсіз ғой сіз ондайды. Қатырасыз негізі ондайды, жүре береміз, жетіп тоқтаймыз, газ бере береміз. Жасыл ма? Бірақ скопление, асықпаймыз, сол себептен жетіп тоқтаймыз деп жатырмын. Жетіп тоқтаймыз екі доңғалағына. Орысша айтқанда зеленый иногда не повод ехать дейміз, өйткені кейде жасыл жанса да алдағы машиналар қозғалмаса, бейт әлбәт жасыл жанып отыр екен деп газ беріп кете беруге болмайды екен. Солай, в общем.